Сәлем достар, генератордың туралау блогын тексеру. Туралау блогының диодтары тоқты бір бағытта өткізеді. Сондықтан тексеріс кезінде диодтар бір бағытта тоқ өткізіп, кері бағытта өткізбесе, онда диодтың ақауы жоқ. Ал егер екі бағытта да тоқ өткізсе, онда диод тесілген. Бұл жағдайда бақылау лампасы жанады. Егер екі бағытта да бақылау лампасы жанбаса, онда диодта үзік бар. Диодты тексеру үшін бізге аккумулятор, бақылау лампасы, туралағыш блок және осы элементтерді қосатын проводтар қажет. Алдымен осы схема бойынша диодтарды тексереміз. Қызыл проводты аккумулятордың плюсіне жалғадық. Бақылау лампасының бір жағын аккумулятордың минусіне жалғадық. Аккумулятордың плюсінен шыққан проводты туралау диодының теріс пластинасына жалғаймыз. Бақылау лампасының екінші шетіне мынау сары проводты жалғадық. Енді осы сары проводты туралау блогының шығысына тигіземіз. Бақылау лампасы жануы тиіс. Жанды, ортаңғы вывод жанды, шеткі шығыс жанды. Мынау аккумулятордың полюстерін мына проводты мына жаққа, а енді екінші минус жағының проводын оң жағына ауыстырамыз. Бақылау лампасы жанбау керек. Жанып тұрған жоқ, жанған жоқ, жанған жоқ. Бұл бізде диодтардың ақауы жоқ деген сөз. Екінші тәсіл мынау схема бойынша тексереміз. Қызыл проводты аккумулятордың плюсіне жалғадық. Бақылау лампасының бір жағын аккумулятордың минусына жалғадық. Бақылау лампасының екінші жағын туралау блогының оң пластинасына жалғадық. Мынау қызыл проводты туралау блогының шығысына тигіземіз. Бақылау лампасы жанды, ортаңғы шығыс тигіздік, бақылау лампасы жанды, шеткісіне тигіздік, бақылау лампасы жанды. Мынау аккумулятордың полюстерін мына проводты мына жаққа, а енді екінші минус жағының проводын оң жағына ауыстырамыз. Бақылау лампасы жанбау керек. Қызыл проводпен блоктың шығысының контактілеріне тигіземіз. Лампа жанған жоқ, лампа жанған жоқ, лампа жанған жоқ. Диодтар бір бағытта тоқ жіберді, лампа жанды. Екінші бағытта тоқ өткен жоқ, лампа жанған жоқ. Бұл бізде туралау блогының ақауы жоқ дегенді білдіреді. Бізде теріс пластинаның диодтары ақауы жоқ. Тағы былай да тексеруге болады. Лампаның оң жағын мына оң пластинаға тигізіп тұрып, мынау теріс пластинаның диодтарын тексереміз. Лампа жанды. Лампа жанды.
лампа жанды. Ал енді мына оң проводтарын орнына ауыстырамыз. Енді мына лампа жақтағы проводты диодтарға тигіземіз. Лампа жанбай тұр. Лампа жанған жоқ. Лампа жанған жоқ. Бізде мына теріс пластинадағы диодтардың ақауы жоқ деген сөз. Оң пластинадағы диодтарды тексеріп көрейік. Ол үшін біз мына теріс пластинаға мына лампаның бір жағындағы проводты тигіземіз. Сөйтіп мына оң пластинадағы диодтарға тексеріп көрейік. Жанған жоқ. Жанған жоқ. Жанған жоқ. Мына орнын ауыстырамыз. Енді осы теріс пластинаның диодтарын тексеріп көрейік. Мына шетінен жанып жатыр. Жанды. Жанды. Назар қойғандарыңызға рахмет.